Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді болып пісетін, оңай әрі ерекше дайындалатын тефтелдің рецептісімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, соңына дейін видеоны қарауды ұмытпаңыздар. Бізге керек болады ет, пияз керек болады. Мен ет пен пиязды ет тартқыштың көмегімен тартып алдым. Қара бұрыш, тұз, күріш, қызанақ, болгар бұрышы, картошка, пияз, 2 сарымсақ керек болады. Мен видеода көрсетуді ұмытып кетіппін. Енді бірінші етімізді дайындаймыз. Күрішті, қара бұрышты, тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді тефтелдің формасын беру үшін қолдың көмегімен қасықпен біркелкі болу үшін дәл осылай дөңгелектейміз. Бірдей болғаны өте әдемі болады. Дәл осылай видеодағыдай мен осылай бәрін жасап алдым. Үлкендеу етіп жасасаңыз да болады. Маған осы үлкендігі ұнайды. Енді помидорларымызды тураймыз. Дәл осылай турап алдым. Қызып тұрған табамызға 100 грамм сары майды салып, кішкене ерігенін күтеміз. Сары маймен не үшін дайындап жатырмын? Ерекше дәмді, әрі иісі де керемет болып шығады. Сұйық маймен де дайындауға болады, бірақ сары маймен ерекше дәмді болады. Дайындап көріңіздер. Иісі де, дәмі де дәмді болып шығады. Майлы болмайды. Соның үшін мен сары маймен дайындағанды ұнатамын. Дәл осылай пиязымызды кішкене 1 минуттай қуырып аламыз, иісі шыққанша. Енді картошкамызды саламыз. Рет-ретімен картошкамызды салып, үстінен тұз, шамалап қара бұрыш салып, үстінен болгар бұрышымызды саламыз. Кішкене суы шыққанша қуырамыз. Қатты қуырмаймыз. Енді 2-3 штук сарымсақты үккіштің көмегімен, теркамен дәл осылай бүлдіріп аламыз. Енді қызанақтарды қойып шығамыз. Бәрі бір-бірінің үстін жауып тұру қажет. Дәл осы видеодағыдай қойып шығасыздар. Помидордың үстінен де тұз, кішкене қара бұрыш салып, енді томат пастасын, 2 қасық томат пастасына 1 стакан су құйдым мен. Соусы көптеу болу үшін, менікі орташа соус болды. Енді соусымызды құйып, тефтелімізді рет-ретімен қойып жағамыз. Өте дәмді болып шығады. Дайындап көріңіздер. Күріштері дара-дара болып піседі. Дәл осылай суы шығады. Мен тағы да жарты стакандай су құйдым. 1 қасық томат пастасымен. Сулы болғаны, сочны болғаны маған ұнайды. Балаларға да ұнағандықтан дәл осылай тағы да соус құйдым. Осылай жай отта 35-40 минутта піседі. Біздің тефтеліміз дайын. Бөлек тарелкаға аламыз. Тефтелімізді дәл осылай. Енді астындағы картошканы бөлек тарелкеге салып аламыз. Әдемілеп. Менің видео рецептім ұнаса, каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді картошканың үстіне
чефчилебизди адемилеп коюп чыгабыз. Üstүнөн соусту куюп, аз мөлчөрдө, енді керегинче куясыздар. Аз көкпен асемдедим. Сиздер менен болгон Элмира. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.